Қайырлы күн әріптестер. Бүгінгі менің шеберлік сыныбым тақырыбы киіз басуда қазақтың ұлттық қолөнері болып табылады. Бұл алған тақырыбым себебі менің өз білімін жетілдіру тақырыбында осы ұлттық құндылыққа негізделген болып келеді. Бұл киіз басуға ең керекті құрал-жабдықтардың бірі таза қой жүні жуылған, кептірілген және түрлі түсті жүндер, ою қиындылары, керекті заттарымыз сабын және ыстық жылы су, және де ақ дастарханымыз, сосын шиіміз керек киіз басуға, және мынандай губкамыз бар, және бетіне қоятын ақ сеткі матамыз бар. Олай болса, киіз басу әдісін барлығымыз бірге бастайық. Ең алдымен киіз басу әдісін алдымызға ақ дастархан жайылған үстіне шиімізді қоямыз, барлықтарымыз. Оның үстіне мынандай әрбіріміздің алдымызда матамыз бар, матамызды жаямыз. Содан кейін матамызды жайғаннан кейін әркім өзінің алдына оюлар бар. Оюдың астында әртүрлі мынандай жүндер бар, түрлі түсті. Осы жүндерді алып, кім қандай түсті алады өзіне ұнаған, соны алып жаямыз. Барлықтарымыз осылай түрлі түсті жүндерімізді созып, жайып болдық. Енді осының үстіне алдарымызда мынандай су бар, жылы су, сол суды бүркейміз қолымызбен. Жаймен. Суды бүркіп алғаннан кейін оның үстіне мынандай ақ тор матамызды жабамыз. Одан кейін алдарымыздағы мынандай сабынымызды үстіне құйымыз. Көп болса жақсы.
жабып болғаннан кейін алдымызда тұрған мынандай трубкамызды алып бутылка қылып жүйелеп жағамыз. Енді үстін жағып пысылып болғаннан кейін астына шейінмен бірге ораймыз. Сырып, қатты астына басып, күшпен осылай қаттырақ ораймыз. Сосын екі қолмен былай оқтау деген сияқты жасаймыз. Орап болғаннан кейін қаттырақ екі қолымызбен былай сығамыз. Біркелкі қылып барлығын сығып аламыз. Суын шығарып. Енді ашайық, көрейік. Бетіндегісін торын алып, ашып көрейік. Мынандай пейіз шықты. Мынандай пейіз шықты. Один. Бұл кезде я су көбірек осының үстіне мына оюларымызды алып, міне осындай ойымызды қиып аламыз. Мынандай оюларымызды аламыз да. Осы басылған киіздің үстіне қиып аламыз.
қиып алған оюымызды енді бір шетіне алып қойып, енді басты ақ жүнімізге кірісейік. Енді осы суды бүркіп болғаннан кейін жаңа жасалған ең бірінші қиған оюымызды қоямыз. Әркім өз қиялына қарай қойылып. Енді осы ойды үстіне бүктеп кетіп барлығын сіңдіріп болғаннан кейін жаңағы ақ торымызды матамызды жауып қоямыз. Жапқаннан кейін жаңа сабынымызды үйкелейміз. Су керек емес, осы өзі су, тек сабын жаға қоямыз. Сыры барлығы болғаннан кейін енді ашамыз. Жаңағы жасаған. Сезім болып шығып жатыр, бетіндегі форматтан алып қоямыз. Ол кепкеннен кейін өте әдемі болып шығады. Ол кепкеннен өте жақсы болып шығады. Сосын бұлай кесеміз, жа? Оғылын болып шығады. Шетін кесіп. Бұл киіз басу өте әдемі шықты. Бұл киіз басуды біз кішкентай бүлдіршіндерімізге де дәріптеп үйретуге болады.